Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мына бір жұлдыздарға қараңыздар. Қазір бұлар келін алып, немере сүйіп, ата, апа болып жүр. Осындай кассета салатын центр деген болатын. Көлемі осындай. Екі жағында екі колонкасы бар, екі кассета салынады. Центр бар адам енді өте сондай беделді, сондай ауқатты адамдардың үйінде бар тұғын центр. Жаңа отырыс болатын кезде солардың үйінен жалынып жүріп центр алып, немесе центр бар үйде бар отырыс өтетіміз еді. Оның дауысы өте керемет шығатын еді. Білмеймін, сол кезде бізге солай болатын еді. Одан әуен тыңдау енді бақыт. Сондай бір керемет шақтар ғой енді. Сондай бір естеліктеріміз бар енді біздің. Қазіргі жастарға бұл бір еркек сияқты не айтып тұрсың дейтін шығар енді. Одан кейін мына бір дүние бар тұғын енді. Бұл дүние біздің үйдің телевизор жаңағы черно-белый болады. Бұрышында плоскоуровочты бұрайтын жер бар, төбесін тоңқ өткізіп бұрып қалды. Көрсететіңіз. Антенда бір оңға солға деп жүріп көрсететін телевизор тұғын. Черно-белый болған екен, енді белгілі ғой, енді деңгейі қандай екенін, өте кішкентай болатын өте. Ал енді нағашым үйінде ондай DVD бар телевизор, цветной. Енді ол кісі аңшылыққа қызыққан, аңдардың түрлі мынандай бейне таспалары бар тұғын. Барған кезде, өздері көріп отқан кезде бір шетінде отырып көру біз үшін қызық болады. Сол үшін сол үйге бара беретінбіз. Апамыз ұрысып жатқанына да қарамаймыз. Сен жетіспей тұрадың дегендей күніге барамыз да. Сөйтіп осы ғой енді бар арманымыз көру ғой енді. Телевизор біз үшін, цветной телевизор біз үшін өте сондай құнды нәрсе болған енді, қызық дүние болған енді. Айналадан алыстан көреміз ғой қазір. Қазіргі жастарға да телевизор әперіп қойсын, бірақ көрмейді оны. Қызық емес ол. Сол үшін біз аңдардың не деген аң, не деген табиғат бізге сондай тамаша болатын. Содан біз керемет әсер алып қайтатынбыз да. Осындай дүниелер кейін біз де алдық, қайтпақшы. Әкем мен анам жаңа сыныптастарымен гәп ойнап келіскен ғой енді, бір телевизор видеомен аламыз деген ғой енді. Соған ақша жинап сөйтіп алған кезінде. Кейін біз неде де болды. Біз алған кезде енді цветной телевизор жоқ кісілер де болды ғой енді біздің ағайын туыстардан. Солар үйге келіп отырып алатын енді, ошарылып, қайтпайды. Түннің жарым болып жатыр ма, сен жат демалайын деп жатсың ба, шаруасы жоқ өз үйдің іші тар. Тем более қыс ауасында жаңа пештің қасында жатасың, телевизордың қасында дегендей. Сондай бір қызық шақтар өткен енді. Бұл сондай бір керемет шақтар біз басымыздан өткізгенбіз, өте бақыттымыз да. Ойлаңыздар. Сондай бақыттымыз. Себебі біздің миымыз таза, ұйқымыз тыныш болған сол кезде. Қазіргі жастардың миылар металлолом болып кеткен десек те болады. Себебі есте сақтау қабілет мүлде жоқ. Жаңа мынау ғой. 3 секундтан артық шыдамдары жетпейді, өте сабырсыз, сондай жастарға айналып баратыр. Себебі ғаламтордың кесірінен. Ал енді сондай керемет шақтарда өмір сүргеніміз бақыттымыз. Осы бір естеліктермен сіздермен бөлісіп қойын дедім. Сондай естеліктер бар, біз біргеміз. Жігіттер, қыздар, таратып қойыңыздар.